жалау мұз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп, дәл осындай бейбіт күнге жеткізген ағалар мен әкелер ғой ер жүректей келе, жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Содан бері міне 75 жыл өтіпті, бұл бір кісінің ғұмыры. Өкінішке орай біздің еліміздегі ардагерлер саны күн санап азайып бара жатыр. Сондықтан осында жалғыз қалған қарттарымызды әрбір мерекелерінде құттықтап, көңіл күйін көтеру біздің перзенттік әрі азаматтық парызымыз деп білемін. Олардың басынан кешкен оқиғаларын жинақтап, кітап етіп шығарып, келешек ұрпаққа үлгі ретінде көрсетуіміз керек. Уақыт өткен сайын кешегі күндей күркіреп өткен сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғалары да арасын аулақ салып алыстап барады. Бірақ қанша алыстағанмен ол көңілден кетіп, жүректен өшпек емес.